Төсек мәселесі неге болмау керек? Секс дейді мысалы. Сен түсініп тұрсың? Мен түсінбей тұрмын аға. Ол өзі айтып тұр ғой, секс деген. Қызықтың бәрі, ләззаттың бәрі түнде ғой. Есіңізде ерекше қалған ару бар ма аға? Қыздардың бәрі сол қайсын таңдары білмейсің бе? Сен төсек қатынасын өзің бере білуің керек. Мен әлі мұңғыртуға жеткен жоқпын әлі. Мені көрмей, жетем деген ойымда бар әлі. Шаханов туралы айтқан сөзіңіз қазір елдің көп талқысына түсіп жатыр екен. Қолына түсін бітті, сен жау дейді, төбелеседі, пышағы бар, пышағын сол болады. Қызғаншақ. Жаныңызды түсінетін кім бар? Енді жалғастырып жүрмін. Бүгін бізде қонақта ақын, сазгер, драматург, парасат орденінің иегері тағылары Исраил Сапарбай. Алғашқы сұрағым, көктен түскен періштедей отырсың тым әсем деген тіркес есіңізде ме аға? Бар, баяғыда жазған ғой. Кімге арнап жазған едіңіз сол? Қазақ қызына ғой. 2018 жылдары сіз маған жазған болатынсыз. Жалпы қанша қызға өлең арнадыңыз? Жиі өлең арнап тұрасыз ба? Мен лирик ақынмын да. Табиғатым сендерге жақын. Ана үйдегі жеңгең енді былтыр қайтыс болып кетті. Аурудан қайтыс болып кетті. Ана жаман ауру болды. Сол сияқты енді бір жылдан аса болды. Өзім жалғастырып жүрмін сол жаққа. Кейде кетіп қалам бір жаққа іздеп. Анау менің жалпы ол бір неден емес, бір жаңағы қатын құмарлықтан емес, ол менің міне тақырыбым. Қазақтың қызы менің тақырыбым. Ең өзекті тақырыбым. Бәрі міне әйел бар, көре ме? Сенің туған күніңе бәрі де қазақтың қызына арнаған. Түнгі әуендер. Ол енді қызықтың бәрі, ләззаттың бәрі түнде ғой. Бұл тек қана түнде жатар кезде оқитын өлеңдер ғой. Менде эротикалық жинаған нем бар, өлеңдерім көп. Бір күні оқытып саған. Эротика, эстетика, этика деген үш не бар, үш ғылым бар. Үш ғылым. Эстетиканы өзіміздің киінуіміз, өзіміздің көптің этика деген сенің мінез құлқың, көпшіліктің алдындағы сенің әдебиетің, мәдениетің. Ал жаңа міне эротика деген ол екі ерлі-зайыптылардың шағылысуы. Оған деген қаншама не бар, оқиға бар. Қаншама қыздың мінезі, болмысы, қыздың тағдыры, ана жігіттің сол өлеңінде сол бәрі беріліп жату керек. Енді айуан емес сол бірімізді басталатын. Сен төсек қатынасын өзің бере білуің керек. Еще как поэзиямен, әуенмен, сазбен бере білуің керек. Адам ана соны оқыған кезде қызығатындай. Сонымен оқығаннан кейін шынымен де ерітің болсын, басқа көзің жігіт болсаң, қызыңды іздейсің. Қыз болсаң, жігітті іздейсің. Мына оқығаннан кейін. Өйткені сен оянасың. Қазақ одан кем бе? Бізде сексің көкесі бар бізде махаббат деп мынаны жаздым ғой. Мені сынады ғой. Өзімнің ақындарым ана ақшта Бақтыгереевтен өлтіріп, жылдың қорытындысында мен өлтіріп сынаған. Эротика не ерсі емес қой. Содан кейін мен мақала жаздым. Ана басқа ақшта Бақтыгереев білмесе, басқа біз надан екенбіз ғой дедім ғой. Эротика деген әлемдік масштабтағы поэзия бұл. Сонда анау неден Оралдан ақша Бақтыгереева ақындап келген. Арнайы келіп сұрайды, мен жаңылып мен қайдан білейін, білмейді екенмін. Мен сені оқымайсың ба? Әлемдік әдебиетті оқуың керек, сен ақын болуың керек. Эротика деген ол біздің Абай заманынан болған кезінде. Бірақ оны біз оған мән бермегенбіз. Ал енді орыстар оны секс дейді мысалы. Секстен қойсаң ол тағы бұзақ болып кетеді. Содан кейін барып мен де қызықтым, неге мен жазбауым керек? Абайдың өлеңдерін білемін мысалы. Бұрыннан білетін, бірақ оның аты жоқ та, әртүрлі тақырыпта. Оған бір ат беру керек. Мысалы, мына кітаптың несі бар ғой, мынаған көп байланысты, мынаған да байланысты. Соған қарап сен кітаптың бетін ашасың. Бетін ашқан екен, бұл не yapma, 101 түн деп тұр. Мен әлі 1001 түнге жеткен жоқпын әлі. Мені көрдің бе? Жетем деген ойымда бар әлі. Содан кейін алғашқы кітабымда мен мынау жұрт әлі бұған ешкім білмейді әлі. Махаббат тақырыбында жазадым. Бірақ үзілді кесілді. Мен атын беріп, бір кітап беріп отырмын ғой. Содан кейін ғой сынға ұшыраған себебім сол. Бізге ол ерсі болып көрінген әуелі кезде. Ол ерсек несі бар? Бізде ұлтпыз ғой, бізде халықпыз. Неге бізде болмау керек? Төсек мәселесі неге болмау керек? Болады, бірақ оны әдеби түрде, мәдени түрде беру керек. Ол өте қиын деп. Талдарым мынандай жазам деп, талдар бұзаққа кетіп қалған. Төсек мәселе ашық кетіп қалады. Бұл өте қиын тақырып. Ол екінің бірінде бара алмайды. Ол үшін сен табиғаттың, өлеңінің жалпы болмысы мынаған келу керек, лирикалық болу керек. Маған оңай тиді.
көрермендерге бір оқып берейік, түсінікті Иә, болсын. сондықтан да ол енді бұл тегіне тегін тумайды ғой тақырып деген. Оны іздену керек. Төсіңнен тоят бердің қанды шөлім, ерніңнен есім кете балды ішемін. Махаббат бар дегенге мәңгі сенем, махаббат жоқ дегенге қарғыс өлім. Махаббат жоқ деген сөз жалған бекер, сүймеген, сүйіспеген арманды өтер. Рас қой жаңағы. Уытты ұрттай қалсаң бойды алатын, тәніңнің тәтті уы бар балдан бетер. Осының бәрі рас емес пе? Қалай жазасыз аға, осы өлеңдер қайдан туады? Ол үшін қыз келіншектерге ғашық болу керек. Ол несі бар оның? Жақсы көру керек. Тек қана түрін түсін емес, ішкі дүниесін, жанын, жүрегін ақтару керек. Ол адам ғой. Ол қыз болсын, жігіт болсын, еркек болсын, ұрғашы болсын, ол адам, хайуан емес. Сен қызықтырып отырған бұл өте қызықты тақырып. Бұл өте қызықты тақырып. Бұл өте күрделі. Өйткені адам мүмкіндігінше мына ақындар көп қой, білесің бе? Біреулер көре алмайды, біреу қызғанады. Мұндай жаза алмайды. Ерлікке жазу қайда, екінің бірінің қолына келмейді. Ол үшін бар ғой, адамның жаратылысы, жүрегің, сезімің өте алғыр, өте нәзік болу керек. Екі ақынның бір жаза алмайды ма? Енді мақтанған емес, мына осы қазақ қыздарын оты үйретуге ешкім берген жоқ, бере алмайды да. Бере алмайтын себебі мына нюанстары бар, иірімдері бар. Ішкі иірімдері да. Ол ең бірінші жабайы болмау керек. Мен де сынаған, мысалы, бір жігіт бір қайтыс болып кетті, аты ұмытып отырмын. Өте мықты. Сол айтқан Сырайлы ағамыздың несін оқыдым. Көбінесе неге секси патологияға кетіп қалады екен дейді. Ол ондай менің тәжірибесіздің, ол маған үлкен сын болды. Секси патология. Секстің қайдан шыққан өзің білесің ғой, мінекей. Секс деген сөздің қайдан шыққанын дейсіз ба? Сен түсініп тұрсың. Мен түсінбей тұрмын аға. Онда кейін айтам. Ол өзі айтты ғой, секс деген. Секси патология дейді. Ол секси патология деген жаңа сол секс деген ілімнің адамның бойындағы, ол хайуанның емес, адамның бойындағы секстің, сол ілімнің зерттеп жүргендері бар. Мына лириканың бар ғой, лириканың ең шыңына жеткен адам, ол сөзсіз секске барады. Ағамнан сыртындағы қыз қазақ қызына ұқсамайды, басқа ұлттың қызына ғашық болған кезіңіз болды ма? Енді ол енді ондайда не бар ғой? Жыныс бар ғой, жыныс. Еркекті жыныс, ұрғашы деген, ол өзбек қазақ деген келмейді, ол аяғы сыймайды. Мұны қазақ па, өзбек па, тәжік білмейсің. Жиынтық образ бар. Мына кітап шығарар кезде, осыны суретшіге бардым ғой. Ол тек қана қазақтың қызы болмайды ол. Ол қазақтың қыздардың бәрі мен сауатты, бәрі осындай деп айтуға болмайды. Мен өтірік сынап тастауым мүмкін, қыздардың өзі. Сондықтан да мынаның кім екендігін, қай ұлт екендігін білмеу керек дедім. Мен мына суретші табудың өзі маған қиын болған. Мен мына баспадан шығар кезде осының бәрін бар қадағалаймын. Нобайын өзім сызып беремін. Ол менің балам ғой, мысалы. 100 ақынның ішін айтсам, 1000 ақынның ішін таңдап аласың сен. Ол таңдап кімге ұнады? Мен өзім сол мені жұрт білу керек. Мені оқу керек, сені тану керек. Мақсатым солай. Жазған денем оқылу керек. Принцип солай. Әр ақынның өзінің бір табиғаты, сонысын ерекшелік болуға тиісті. Сондағы да ол ақын болып қалады. Бізде көп ақындар өлең жазса болды. Өлеңді құрастырса мен ақын деп жетпей, олай емес. Көп ақынның бірі болсаң, не қыласың? Ұмытыласың, сен ешкім білмейді. Мен Құдайға атым алаяқты, Исраил, ол махаббат шайыры деп аталады. Махаббат шайыры деген атағым бар. Ол екінің біріне бермейді. Сен адамсың ба? Адам болған екен сен өте сезімтал болу керек. Көп адамдарда мысалы ол сезімталдық жоқ, хайуанизация бар бізде. Аға, сол сіздің сезімталдық болмысыңызды, ақындық болмысыңызды түсінбей жататын адамдар бар шығар. Жаныңызды түсінетін кім бар? Жаның өте жақсы сұрақ. Біз тереңдеп баратырмыз, байқайсың ба? Мынау адам өзімізден өзіміз ішімізге еніп баратырмыз мысалы. Мысалы, енді қазақ қыздарын жалпы ұрғашылар дейміз ғой жаңа. Бәрі әдемі, бәрі сұлу. Менде мынаның ішінде біраз білемін. Қыздардың бәрі сұлу, қайсысын таңдарын білмейсің деп. Ол таңдау үшін мынаны сен зерттеуің керек. Әр адамның мына түрі түсі бір болғанменен ішкі әлемі әрі бәрі басқа. Шын зерттеп қарасаң, мына Алланың құдіреті сол.
Жаныңызды түсінетін сырлас адам бар ма? Түсінбейді, сезінеді. Міне, сезіну бір басқа, және түсіну бір басқа. Түсінген де сен толық біледі. 12 мүшеңнен бастап болсын. Ал сезіну деген жақсы жаман деген бар. Соны кейін мен мысалы сен көзіңе қарап арқылда, сен өте таза адамсың мысалы. Өте таза, көзіңде бәрі көрініп тұр. Мінекей. Міне сұлулық деген ішкі әлем, бұл әлем. Саған мысалы мен елберен тану үшін мен сенің көбірек қарауым керек. Көзіңе үңілу керек. Көзің керек емес о. Адамды ашу өте қиын нәрсе. Мынаның бәрі сол ашудың әрекеті. Мен 100% мысалы түнгі әуендер мысалы. Түнде неге қалай жазылады мысалы? Бұл эротиканың басқа бір түрі. Түнгі әуендер. Ұйқың келмейді мысалы. Төсекте жатасың, бірақ қайдағы бір ойлар, қиялдар сені мазалайтын ұйқыңды соны таңында тұрады. Мынауның ішінде, мына өлеңді неге бұл түнгі әуендер болады? Тек қана түнде жазам өлең? Жоқ, түнде жазбайсың. Түнгі дүние, екінші дүние. Алланың жарасы. Біз Аллаға жету үшін бар ғой. Мысалы, мен өзім ойлаймын да, Аллаға ол ғалым, тарихшы емес, мысалы. Ең бірінші Аллаға жақын ақын. Сенің көзіңмен және сөзіңмен, сенің мінезіңмен біліп қоямын. Сезімталдық бар екен, байқап отырмын. Сен көп ақындар, журналистер мені білгісі келеді ғой. Сен өзің менің ішіме кіріп кеттің қазір. Шын айтамын. Соңғы рет қашан ғашық болдыңыз? Мен күн сайын боламын ғой. Онсыз өмірім ғой. Мен айтамын да кейде. Ол жақсы сұрақ қойып отырсың. Ол бір мақтаныш емес. Тән азығы дейміз. Тән азығы тамақ қой. Сонысын мынау ден азығы деген бар. Ол сенің мынау күні бойы жүріп жұмыс істеген, сен барасындағын шайқын төсекке жата ұйықтайсың. Мыналардың бәрі оқыған адамға бұл жан азығы. Құдайға ашық Алланың жаратқаны мысалы алма бағы бар, өрік бар, жүзім бар. Әрқайсының адам тәбеті бар ғой. Сол сияқты бұл жанның азығы да соны талап етеді. Махаббатты ма? Махаббаттың түр-түрін талап етеді тағы да. Сонда барып өлең жазылады. Сонда барып тұр мынау өлеңі. Неге ән туады? Мысалы мен енді сауатым жоқ. Ноты білмеймін. Неге мен қазір 200-ден аса әнім бар мысалы, мақтанғаным. 200-ден аса әнім бар. Соны кейін мынау пьесам бар мысалы. Ол адам бар ғой, өле-өлгенше бар ғой, өле-өлгенше өзің танумен, өзің зерттеумен, өзің білумен өтуің керек. Мына ән, өлең бар ғой, ол бір-біріне егіздер. Ал біреумен қанағаттануға болмай, маған өлең керек, басқа керек емес деуге болмайды. Алла беріп тұр ғой саған. Алланың берген Алла беру керек. Қазіргі танымал болып жатқаны жастар тыңдап жүрген әндерді сіз тыңдайсыз ба? Тыңдаймын, ерте келсе мүмкіндік есе тыңдаймын. Өйткені ол әннің өзі адамның бар, адамның сенің, менің ішкі болмысыма байланысты шығады дүние. Аға, міне алдымызда қазір ең танымал болып жатқан жастардың құлағында жүрген әндердің мәтіндерін алып келдік. Осы ән мәтіндеріне байланысты ойыңыз. Ән мәтіндеріне? Мен ән мәтінін өте қатал қараймын. Өте қатал қараймын. Мынау қазір ең танымал болып жатқан жастар тыңдап жүрген әндер. Қараңғы түн екеуміз қол ұстасып келеміз. Қараңғы түн екеуміз қол ұстасып келеміз. Қолым тиді беліңе, өртендім ыстық деміңе, сол түнді сағындың ба, сезімге салындың ба, бөлмеде екеуміз ғана, керегі иісің ғана. Өлеңіміз ғой. Бұл енді эротикаға да ұқсамайды әрі берден. Ал лирикалық өлең бір басқа, эротикада ол жабайы ғой. Мына мысалда, мына бір шумақтың белгілі, деңгейі белгілі болып тұрып. Ақын емес қой? Ақын емес ме? Көріп отырсың ғой, қараңғы түнде екеуміз. Бұл енді көрініс қана. Оның ар жағында неге қараңғы түнде жүрсіңдер? Оқырман білу керек қой, мысалы. Неге түндер? Ор жағында сенің ішкі интеллект жату керек. Қараңғы түнде екеуміз қол ұстасып келіп, ол белгілі ғой. Кім қол ұстап, түнде емес, күндізде жүреміз, көшеде барсақ қарап. Ол не, кімге керек ол маған? Ол маған жаңалық емес. Міне, көрдім. Қолым тиді беліңе. Бұл әсем не ғой? Қолым тиді беліңе. Бұдан мысалы оқырман, мысалы мен оқушы едім. Бұдан мен не алам? Менің де қолым тиеді. Кез келгенде құшақтап, қол ұстасып келе жатамыз. Осы керек пе мысалы поэзияға? Міне,
Мен соныкіне қарап ол. Сол түнді сағындың ба? Ол өтті кетті ғой ол. Ешқандай оның бір белгісі жоқ. Елесті жоқ. Ол өтті кетті. Қаншама күндер түндер өтіп жатыр белгісізді. Міне көріп отырсың ғой, өзін-өзі әшкерелеп тұр ғой. Міне. Сол түнді қатыны сағынамын ол түнді. Өтті кетті ғой. Ол қызбен бірге отырсаң, сұхбаттасам, түн бойы сырластым, это другое дело. Мына сол түндер әлі есінде не қалды? Міне кәдімгі сонда бар. Міне әр сөз өзі жауап беру керек қой. Әр сөздің астарында бір подтекст жату керек. Міне поэзияның құдіреті сондай. Мынау өлеңді ұйқастырғанменен ішінде бір айтатын ойы, пәлсапасы, өмір жатпаса, ол далбаса өлең емес. Бөлмеде, ендігі бөлмеден бірақ шықты мысалы. Ол қыздың бөлмеден қалап тұр ма, қаламай тұр ма? Бөлмеге кіргенді қалап тұрса бір басқа. Әр жол бар ғой, әр саққа жүгіреді. Не айтайын деп отыр осы міне. Бөлмеде екеуміз ғана, керегі исің ғана. Қалай исің ғана керек? Ол ақымақтың сөзі ғой. Сен хайуан емессің ғой. Оның исін қайдан сезінесің? Әтірі талап жаққандағы білесің. Адамның исі болады. Барға сен соған жетуің көр ғой. Сен әтірі сеп оңағым жат. Мен көрініп тұрым, бұл өлең емес мінекен. Нау Садраддиннің Ақкөйлек деген әні аға 3 миллионнан аса адам тыңдаған әлеуметтік желіде мұна әнді. Ол радиомен әйтпесе немен ол білдірмей жібереді ғой. Мен оқуым керек мысалы. Оқыған кезде әрқайсы әр сақ еді. Бұл өлең емес ғой. Далбаса. Мен далбаса деймін. Бағына жоқ, мән жоқ. Екеуміз қыдырып баратырмыз. Бәрін неге жайып тастауымыз керек? Бұл құпия болу керек адамда. Поэзияның өзі құпиясы болу керек. Оқырманға қалдыру керек бірнекені. Оқырман сауатты. Мынарада бар ғой. Мына ақындан мына жалын. Оқырман әлде қайда сауатты. Ойдың мына жиркенішті ғой. Бұндайды өлеңді оқымаймын мен. Мына бір қалай қыз бала еркекке тиегу керек пе? Тиген деген басқа сөз ғой мағынасы. Тием күйеуге шығудан, тимедінде жалаңашта көріп. Менде еретүкі барым. Еретүкінің көкесі бар менде. Қазір шығарарым, жазып қойғам. Бір бөлек жинақ. Бірақ мынау жұрт оны түсінбейді. Таза еретүкін шығарайын десе мен тағы да мына оқырманынан қорқам. Сынап тастаймай деп. Бір өлеңді көрсеткім кеп тұр аға сізге. Бұл да бір жастардың арасында танымал болып жатқан ән, үздіксіз күткенім деген. Сол жастарымыздың өзін адам ғой. Махаббатқа мүлде бір сенбей жүргенде. Махаббатқа мүлде бір сенбей жүргенде. Сен келгенсің. Түсіндірдің өзіңнен өзге ешкімнің. Тең келмесін. Жүрегім сенің үйің кілті тек біреу ақ. Ешкімді кіргізбей орналас бір өзіңе. Үздіксіз күткенім, менің өттегім. Сәлем деп басталғаннан жаным деумен біткенім. Жылы мекенім, сүйік кетемін. Ғашықтар әлеміне алып кетемін. Үздіксіз күткенім, менің өттегім. Көктемгі қызғалдақтай өміріме көктегім. Маған керегі сенем дегенім. Бұл менің жүрегіме мәңгілік белгім. Көрдің бе? Мына бір сөз жол алайық. Махаббатқа бір дейді да. Махаббаты мүлде бір дейді. Неге мүлде бір болып, бір қайықтан сөз? Әр сөз бар ғой, әр сөз өзін салмағы болу керек. Мынау махаббатқа мүлде бір сенбей жүргенде. Неге мүлде бір, мына бірді неге тұр мысалы? Өйткені буын саны жетпейді. Таза поэзияның бойында әуен, саз, ырғақ болады. Оны өлеңмен айтасың. Менің мысалы сазгер болған себебім сол, мен сазгерлім осы жерге көмекке келеді. Ақын, композиторлар оны көрерменді және тыңдарманды таң қалдыру керек. Таң қалдырмаған поэзия не ойнамаймын. Мына мен оқымаймын, не қылайын оқып. Ақындарды мықты емес деп бөлуге бола ма? Осыған қалай қарайсыз? Мына тек қана шығарған дүниесін оқу ол аз. Ол кіріспе. Ол үшін сен, мысалы, мені сен білуің керек. Мінезімді, болмысымды, тегімді,
Ол жерге де байланысты. Мен мысалы мына өзбек халқы менен қазақ халқын екеуін қосып жүргенмін. Өзбек қазақ деген қажеті жоқ. Осы бізге ұлттың ішінде ең жақын өзбектер, мен солай түсінемін. Сонысын барып қырғыздар. Мына өзбектерде олар ментеті басқа. Өзбектер бар ғой, өте қызғаншақ халық. Өздерінің әйелдерін бар ғой, тамақтан асханасына пісіреді тағам, мына үйге қонақтар отырған кіргізбейді. Қызғаншақ сондай. Неге олай? Демек олар қызған аржағында бір жерге жатыр. Жүргіш болған ба, бірнеге болған ба, солай қалған. Қыздары ма? Енді солай болуы мүмкін. Неге кіргізбейді ғой? Ол бірін қолына түсін бітті, ол сен жау дейді. Саған төбелеседі, пышағы бар, пышағын сол болады. Қызғаншақ халық. Мен көрдім ғой. Ал сол сияқты ол, біз қазақ халқы, Құдайға шүкір даламыз кең болғаннан кейін, анау абайдан зәр заманнан бастап, біз қазақ халқын, қыздарын қазақ халқына еркін ұстаймыз. Мына тұрған шекара болғанмен айырмасы жер мен көктей. Соны кейінгі қазақтың қыздарына бәрі жағы құмартады. Өзбектердің өздері қазақтың қыздарын ұнатады, мысалы. Осының барлығы мынау поэзияға, өлеңге тақырып. Ол тек қана төсек қатынасы емес қой, ол әйел, олай емес. Сенің ақылдың парасатынан, дүние танымынан көптеген жігіттер мен қазақ қыздарына риза боламын, таң қаламын. Жалпы мен кейде өзім ойлаймын да, негізінде қыз болып туғым керек екенді. Мен мінезім солай енді. Ал енді бір әкемнен ба, анамнан бір жаңылыс кеткен болуым мүмкін. Содан кейін, мен қазақ қызының әлемі барын мен өте жақсы білемін, жақсы сезінемін. Біздің жігіттеріміз ұсақтап кетті қазір. Егер ол саналы болса, ол шынымен де өзі мен еркек деп сезінсе, базарда қаңғып жүре ме, көшеде жүре ме ол? Мен солар қорынамын кейде. Біздің жігіттеріміз ұсақтап кеткен. Соны кейін қазақтың қыздары, қазақтың жігіттері менсінбейтін себебі сол. Оны да білемін мен мысалы. Ол өздерінен көресің, менсін. Базарда бірнеге салып қаңғып жүреді. Рас емес көру. Саған жете алмайды, мысалы, мінеге. Сен интеллектіңе жете алмайды, дүние танымға жете алмайды. Олар не? Жұмыс істейді, 3 мезгіл тамақтана көріп, ұйықтау көріп кетті, амын көріп. Көп жігіттеріміз сондай. Қыздарға тең, мен қазақ қыздарына қайран қалам деген жазған жоқпын. Өзім көзім жетті. Соған ең бірінші талшық болған мынау желтоқсан оқиғасы. Кім жазды? Мысалы, Олжастар басқалар да сол кезде жұмыс істеді ғой. Көрдің бе? Олар оны барған жоқ. Мен ішіне кіріп кеттім. Алла тағала мені соның ішіне кіргізіп жіберді мысалда. Сағат сол кешкі 6-7-лерде кірдім, таңата сағат 5-те үйге әрең жеттім ғой. Соңғы сұхбатыңыздағы Шаханов туралы айтқан сөзіңіз қазір елдің көп талқысына түсіп жатыр екен. Сол туралы хабардар болдыңыз ба сіз? Ол енді маған неге сен жамандан деп бір ауыз айтқан жоқ. Жауап беріпті. Ол мені танығаннан кейін білген екен айтып отырмын. Ол ана маған қарағанда әлдеқайда жайдақы ол. Оқу керек қой мысалы. Интеллектуалдық білім жағынан ол мені көп кейіндеп қалып қойған. Уақыттан жеңіліп қалып отыр. Төлегендерге ерендеп, ол төлеген басқа. Ол 28-30-да кетіп қалған адам ол. Ол сол біліммен кетті. Төлеген болып қалды. Мен студент кезімде мені Шәмшел, төлегендерді, Мұхтарды стамсамтырып оқитын тұғым. Өйткені оның қасында Төлеген Айбергеновтер жүрді. Тоқаш Бердияровтар жүрді. Қазір ол өзін дарамын деп есептейді. Бірақ интеллект жағынан көп қалып қойған. Оны айтайын десе айта алмайды. Ал енді төлегендер, Шәмшілер кетіп қалды олар. Олар ерте кетіп қалды. Бұл әлі жүр ғой мысалы, жүре берсін. Бірақ адам жасына байланысты, заманына байланысты, уақытысына байланысты оқу керек қой. Тарихты, өмірдің бәрін сен білуің керек. Бұл баяғы немен жүр ғой. Анау немен айтады, ол баяғы Горбачевтермен, оның маған бізге не керек бар? Мұны орыстарға не керек бар? Соны қайта кездесін айта береді. Мақтанған емес, менің интеллектуалым әлдеқайда. Өйткені мен оқимын, зерттеймін, аударма жасаймын, өлең жазамын, ән шығарамын, жан жақтымын Құдайға шүкір. Адам мүмкіндігінше шығармашылық адам Алла тағала береді сізге, әлді беру мүмкін, өлеңді беру мүмкін. Бірақ сен оны дамытуың керек қой. Сен өрістетуің керек. Сол емес, мына заман өзгермелі заман. Басқа мынау ақын бар ғой, ақын жазушылар. Олар интеллектуал болу керек. Сен әрі бірінсің бар ғой, көріпкел болуың керек. Бүгінгі заманға, ертеңгі заман, кешегі заман үйлесе ме, үйлеспей ме?
Олар қалды тарихтың беттерінде. Сосын ертең қалай болады? Сен оны ойыңмен, миыңмен болжауың керек. Қандай заман болады деп, көріп болмасаң да. Аға, жалпы сіздің осы пікіріңізді көпшілік көре алмаушылықтан деп айтып жатыр екен. Көре алмаушылықтан? Ол мен одан алдағашан өтіп кеткен ғой. Осыдан 20-30 жыл бұрын өтіп кеткенмін. Не аламын оны? Таза оқырман жоқ бізде. Талғай білетін, тани білетін, кімнен озық қалай екен, онда оқырман жоқ бізде. Онда оқырман әлі қалыптаспаған. Мен оқырман тұтаса кінәламаймын. Бірақ осыны таразылап, талғап отыратын қазақ керек қой. Солай емес пе? Ол біліп отыр оны. Мен дебатқа келсінші көрерім мысалы. Неге жұрттың алдына неге шықпаймыз мысалы? Егер мықты болса. Тіпті неге дебатқа шақырдым? Келмейді. Маған келсе бар, екеуміз отырғызып қойса, мен қуанар едім. Сіз мойындап тәнті болатын ақындар бар ма аға? Әрине болады ғой. Кімдер олар? Бірақ ішінде ол менің. Айтпаймын. Оны мойындап қойсам болмайды маған. Ол ақын өле-өлгенше конкурент болу керек, намыс болу керек. Мен ана күн бұрын, мен Абайды мойындаймын, ол әлемдік дүниеде ақын ғой. Солай, енді мынау қазіргі өмір сүріп жатқандарын мойындағым келмейді мысалы. Өйткені мен өшуім керек. Кешегі жазған өлеңімнен бүгінгі өлеңім озық болу керек. Ананы мен мойындап қойсам. Сонда мен 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші жүруім керек пе, өзің ойлашы? Бірінші болу деген мақсат бар ма? Ол мақсат емес, ішкі болмыс, табиғатың, сенің жаратылысың, соның көрінісі мына өлеңдер, әндер. Мен бәрі мына тараздай біліп отырамын. Алдында кім бар, соңымда кім бар. Өйтпесем ақын болам ба? Бір күн мен де қалып қоямын бір күн. Жақсы, рахмет аға. Бізге де ат басын бұрып, сұхбат бергеніңізге, алтын уақытыңыз қиғаныңызға көп рахмет. Сен қанағаттандың ба? Иә, рахмет аға.